эсас вақиялары ақта тариф етмеге азырмыз. Студияда мен Султания Истакаева Чалышам, хайырлы ақшамлар. Қырым мұсылманлары Мевлид байрамыны яни Мухаммед пейғамберіміздің доған күніні қайдеттілер. Бүгін Ахмеджетте 11 дани яны лифт ерлештірілді. Жұмхуриетіміздің пайтақтында көзде кечірілген анневи қоқожалығы ярмалығы өткерілді. Ақыл ойынында 50-ден зияда инсан тұтышты. Амитхан Султан адына сантрач турнирінде кім ғалип шықты? Ахмеджетнің қайсы ерінде парлақ көз фотоларыны чекмеге мүмкін. Ер дамарталарының алынывы квартиралар есабына езілу ве яндан қою мескен шырайтлерінің ейлештірілігі ве мескен берілігі. Девлет Дума мебусы Руслан Бальбекке мұраджат еткен адамлардың меселелері денішме. Адамлар аляда 30 жылық проблемлеріні чезіп оламайлар. Лейля Казакова есе прокурор тешкірівіні кечірмеге істей. Ахмеджет районының Құрчик ойынде қадының евіні электрик ағларға қошмайлар. Себеп номералар олмаған директлерінен бағылы. С августа месяца, 4 месяца у нас прошло, добиться этого не могли. Пока я, извините меня, не начала бить во все колокола, я не закатила там скандал. Бұл меселені Крым энерго муистесінің векілері автонын сұнына жечезмеге сөз берділер. Крым сәкенлері ерлі акимиет органларынан бақ тұтмайлар, оның үшін хабердар олмайлар дей Девлет Думасының мебусы. Башқа суаллерінің чезілівінде есе ерлі шураларының мебус корпусы да фаал суретте иштирак етмек керек. Администрация не может сразу охватить вот все проблемы населения и одновременно в одиночку выстраивать коммуникации. Здесь и, конечно же, депутатский корпус вот местных советов должен подключаться и помогать вот, аккумулировать проблематику и выступать такими партнерами, потому что это все-таки политический орган. И как раз-таки он должен выстраивать коммуникации и отвечать за то, чтобы голос каждого человека был услышан в органах власти. Крым Жұмхуриеті елбашчысы янында çalışқан Крым татарлар шурасының Девлет Милетлер ара комитетінің яны рейсіні селямлады. Идареде Альберт Кангиев тәйінленуіні алғышладылар ве оның yüksek ұсталығыны ве идари етіджет тәжірибесіні қайдеттілер. Шураның азалары реберінің yüksek вазиферлерде çalışқаны ве Девлетке қызмет ету тәжірибесі комитетінің ішіні yükseltмеге имкан бережегінде еминлер. Комитет по межнациональным отношениям сделает шаг вперед, потому что для нас, для всех очень важно общенациональное единство в Республике Крым. Сейчас очень важен контроль, и мы надеемся, что Альберт Усманович сможет этот контроль осуществить. Крым Жұмхуриетінің Элим Тасил ве яшлар везірі вазифесіні эда еткен Наталья Гончарова истифаға кетті. Буақта малюматны ОРИА новости агентлігіне таздықлады. Вазифесінден кетуінің себеплеріні о белгілемеді. Мемур Крымның Тасил везірлігінің ребері оларақ 2012 сенесінден берле çalışты. Бұл сене октябрь айында Сергей Аксенов «Твое правительство» адлы конкурсны тессіз етті. Оның нәтижесінде регионымыздың чоқысы везірліклерінің реберлері сечілежек. Крым көпірден юг трендлерінің қатнавы агросанайы комплексінің инкишафына музбет тесір етежек. Бұақта Крым Жұмхуриеті везірлер шурасының рейс муавины Андрей Рюмшин хабер етті. Оның фікірінже кой хожалық мақсулатлары эпысы инсанлар үшін әлверішлі олажақ, оларының фияты 15%-ға эксележек. Масрафлар эксілгенінің себебінден ішлеп шығарылған мақсулатларының фияты да эксележек. Қой қожалық истисалжылары айтқанына көре шу себептен мақсулатларының фияты 15%-ға азлашажақ. 3 күн давамында Санкт-Петербургтан Ақярға, Москвадан Ахмеджетке ве кері йонелешлерде қатнайжақ бірінже тренлерге енді 12 біңден зияды билет сатылды. Оларның ең бұйық қысмыны Москва регионында сатын алдылар, Крым сәкенлері есе 2 біңден зияды билет сатын алдылар. Мемури ұқуқ бозулар ақындайки кодекске яны қанунлар кірсетілівінде файда олмас. Бұақта құруджилық ве қанунлар бойынша Девлет Дума комитетінің рейс муавины Вячеслав Лысаков білдірді. Дінішмелеріні бұтын кодекс ғайрыдан бақылған сон кірсетілежеклер. Бұнен бірге 12-ші бөлік, яны ел әрекетіне дайыр мемури ұқуқи бозулар қысымы дініштірілмейжек.
Над КОАПом работа идет, но по 12 главе практически вот последнее время ничего не было. Хотя некоторые коллеги вносят ряд предложений. Вот. Но чтобы было что-то принято, такого я не припомню. Вячеслав Лысаков сархош алда араба айдав üçün пей аққында иш алып барыла деп қошты. Мебус қайдеткеніне көре комитет 30 бинглік пара жазасы төленмесіне талап етежек шымды бұ жеремені 30% бұзуcılar төлей. Бұ қануны яныланған кодекс қабул етілмезден евел кірсетмеге ниет етелер. Ахмеджетнің Лермонтова соқағында 11 лифт ерлештірілді. Оларны капиталь тамир ету фондының параларына ве бюджет малиесіне сатын алалар. Жумхуриетімізде 2020 сенесінің сонына же 1700-ден зияды көтеріжі механизм дәніштірмеге ниетленелер. Бұл мевзунын девамы невбетті келевхамызда. Перфоратор сесі бұтын евге шетеле Лермонтова соқағында ки 9 хатлы евде лифт демонтаж етеле. Вот мы меняем буфера, старые на новые. Вот когда кабина переходит нижнюю остановку, уровень нижний, она садится на этот буфер. Вот пятачок такой есть. И она вот садится, и все. И срабатывает защита. Лермонтова соқағында ки 7-ші санлы ев 30 ел евелсе тап советлер деверінде құрылған еді. Вақыттан берлі лифт мұнда ич бір кере денештірілмеді. Его когда-то еще при Украине отремонтировали, он стал гудеть. Ему что-то там поменяли, редуктор, вот, он стал дико гудеть. То есть если спать в зале и там в дальней комнате, есть разница по звуку. Я не знаю, как люди вверху спали. Демонтаж етілген вақыттан эксплуатацияға тапшырғажы аман-аман учай кечер. Евнің сәкенлері бұл вақытынжа олажа қиынлықларға даянмаға азырлар. Лифт – это необходимость. Потерпим, это сделают, надо делать. Потому что те старые лифты в любой момент может оборваться. Ремонт очень большой обходился. А эти лифты поставят, ничего страшного. Там месяц, два, три, это все, и все будет нормально. Окончательная, так сказать, финишная стадия монтажа. И порядка, я так понимаю, где-то на 20-х числах ноября уже они будут ее предъявлять заказчику для комиссионной сдачи объекта. Шымды қапылар ве шақталар өлчене. Механизмлер тешкереле умумнен бұ ерде 11 лифт ерлештірілежек. Қырымда лифтлер 2016 сенесінден берлі денештіріле. Енді 300-ден зияде көтеріжі ерлештірілді. К концу этой недели мы еще сделаем 11. Также пригласим инженерный центр. И оставшиеся 11 лифтов мы на следующей неделе также передадим в управляющую компанию. Қырымда 2020 сененің сонуна же 1700-ден зияде лифт денештірілежек. Яны елға же 400-ге яқын лифт эксплуатацияға тапшырылажақ. Олардың эксериетті пайтақтымызда қызмет етежек. Эльмас Аблакимова, Аким Бекиров, Миллет үшін. Чоқ балалы баба ве Қоранта башы Айдар Сейтвелиев әжелі ярдымға мұқтач. Кішіге яқында баш мейінің 3-ші дәреже шышығы деген диагнозыны қойдылар шымды. Айдараға Москваның Бурденком клиникасында реабилитация курсыны кече. Бір радиотерапия курсы 240 000 рубле тұра. Қорантаның бұ қадар парасы жоқ. Когда он лучевую и химиотерапию пройдет, может быть, потом уже надо будет еще и оперировать. Я пока еще не в курсе, еще не знаю, что, как. Айдар Сейтвелиевнің өмір арқадашы первасыз қалмағанлардан ярдым беклей. Оның ле экранларыңызда көстерілген номераны вастасынен бағланмақ мүмкін. Қырым мұсылманлары Мевлид байрамыны яни Мухаммед пейғамберіміздің доған күніні қайдеттілер. Ахмеджеттеки Сейт-Сейтар жәмесінде ибадетлер қылынды. Муминлер тарафындан дуалар ве Құран оқылды. Тавсилатларына Мухаммед Зикрияев біле. Сейт-Сейтар жәмесінде Мухаммед пейғамберіміздің шерефіне дуалар ве илахилер оқылды. Бойле шекілді жемхуриетіміздің мұсылманлары пейғамберіміздің доған күніні қайд еттілер. Тенефус вақытында мұсылманларға адет үзре шербет ичімлігі дархатыла. Все из натуральных продуктов, никакой химии. Все сами выжимали своими руками. Эдам Исмаилов тедбірге айрыжа азырланды, оның урбалары да айрыла. Бияз көлмек ве айна тусте тахие киген. Невақаджы бір ел içinde Құран-ы Керим китабыны оқымаға угренді. Енді сүрелеріні ezberden біле. Peygamberimiz bizim vasihat nas etiydi de temiz olacağınız camiye gelgende
ниетлеріңіз теміз olacak, yürekten, bütün niyetlerin hepsi temiz olacak da son bütün seni yapkan namazlarını, bütün niyetlerinizi Allah kabul eteyim. Мевлет бу Мухаммед пейгамберімізге бағышланған илахидер. Бу эсерде оның доғаныны ве юксек табиаты тасвирлене. Оны келішінен алда оқуйлар, амма Раббиул Эвел айы ise бу мевлет оқылмасы үшін айрылған вақыттыр. Бірінші шиыр Мысырда тап 12-ші асырда оқылған еді. Gerçekten мына pek қуанамыз. Аллаху Тааля бізге бұл күні ашатқаны үшін. Бүгін dünyadaki bütün Müslümanlar Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dünyaya gelmesini böyle kaydetti. Biz de bugün Kırım'da bütün camilerde onu kaydetemiz. Buna şimdiki seyitliklerde halk medresesi talebelerin beraber mevlüt icra etili. Mevlüt Kandili adlı tedbir Kırım'ın çoğusu camilerinde geçirildi. Muhammed Zikriyev, Giray Abdullayev, Millet için. Білгі чоқырағы 25 яшыны толдырды. Бұлғанақның 2-ші санлы мектебі юбилейіні қайдетті. О 1994 сенесі açılған еді. Бұл Қырым татар тілінде тәсіл берген бірінші оқу юртлардан бірі еді. Тәдбірде бұзы мұхберіміз де болынды. Кырым татар байрақларынан ойын Бұлғанақның 2-ші санлы мектебіндегі байрам концертіні оның талебелері ача. Программада да 30 ерве ойын чықышы бар. Букуню мектептің темелжісіні хатырлайлар. Бірінші мудир Сейджилил Ибраимовның бұйықтен-бұйық иш шақындаки презентацияны оның торыны Рустем Ибраимов азырлады. Жымды оғлан 8-ші сыныфта оқый. Первый директор этой школы был мой дедушка, чем я очень горжусь. И горжусь тем, что учусь именно в этой школе. В будущем я хочу продолжать его дело и вносить вклад в культуру своего народа. Бинаның кіріш одасында бірінші күнден бүгінге жемевзусына бағышланған сергі açılды. Бұл бұйық мешақатлы ве бақтлы елға алып барған басамақлар. Мұнда архив фоторесімлері ве эпсы мезунларының виньеткалары тақдым етілген. Yıllar devamında mında çok vakalar olup geçti. Bugün bu tedbirde talebelер, оларның ана бабалары ве hocaları келді. Я очень рад. Я очень рад потому, что это наглядный пример того, что система образования на крымско-татарском языке есть и будет. Я поздравляю коллектив, в первую очередь преподавательские, во вторую очередь ученические и, конечно, родительский коллектив за то, что они вместе все эти 25 лет. Мухаббат Велиева ожалық саасында çalışқан ветеран bu yerде мектеп açılуының бірінші күнінден берлі çalışа. Башта kitapxaneci oldu, sonra ise Alman тілі бойынша derslер беріп başladı. 12 yıl işledim. Son pensiya ketecek vaktim olgan son pensiya kettim. Şu pensiyada men pek de memnunman, pek de kuanam şu mektep 25 yıldan beri işli. Bu mektepten pek de çok достойны балалар keçtiler. Yaxşı işlerde işleyler. Мектеп 1994 senesi açıldı ve Kırım Tatar tilinde tahsil bergen birinci okuv müesseselerden biri oldu. Hocalar ve talebeler danışırlar, lakin urf adetler danışmay. Yanı kelgenler onlarını saklap kalmağa tırışalar. Мы за последние 5 лет получили 1705 учебников на родном языке. Это я не называю учебники, это переводные. Это кроме учебников крымстарский язык и литература. У нас на сегодняшний день 15 кабинетов оборудованы мультимедийными досками. Из 20, вы понимаете, это, конечно, большой шаг вперед. Мектептен binlerce mezun çıktı. Onların arasında onlarca altın ve kumuş medalleri kazananlar var. Bulganak'ın 2. sanlı mektebi 25 yıl içinde Cumhuriyeti'nin yetekçi okuv müesseselerden biri oldu. Mında Er-Ay Yelken adlı mecmua basıla. O mektebinin ve koyunun hayatını aksettire. Mında da hor ve oyun tögerekleri çalışa. Mektep kadimleri eminler. Gelecekte onlarını da yanı leyhalar ve galebeler bekley. Ayşe Şulakova, Naciye İsаева, Lilia Люманова, Dmitriy Nizavoy, Millet için. 50'den ziyade adam Ahmetхан Sultan adına 15-ci santraç turnirinde iştirak etti. Yarış paytaxtımızın Mevzui klubunda geçirildi. Juniorlar ve namlı santraçlılar akıl oyununda tutuşkanları ve kim galip çıqqаны hakkında növbette kelefamızda.
Е2, Е4 Сантрач партияларының эксериеті бұйырыштен башлана. Ахмеджет сәкенлері ақыл ярышына қошылалар. Пайтақтымыздың Мевзуи клубында Аметхан Султан адына Сантрач турниры кечірілі. Аметхан Султан для Крыма, для народов, населяющих Крым, это, не побоюсь этого слова, легендарная личность. Человек, который внес колоссальнейший вклад в победу во Второй мировой войне, в Великой Отечественной войне. И потом, уже после войны, будучи летчиком-испытателем, тоже внес колоссальный вклад в нашу авиацию. Иштиракчилер арасында эн намлы сантрачылар. Хемде бу спорт чешетенен яқында уғрашып башлағанлар да бар. 8 яшлы Асан Тагиев ilk сефер иштирак етті. Onun мерағы мобиль илеведен башланды. Энде есе профессионали ойынчы олмаға истей. Развивается мозг. По математике раньше у меня было плохо, а сейчас я уже по математике сделал и пошло уже. Теперь учишься только на 5? Да. Александр Тропишко Сантрач спортында 5 яшындан берли. Onun айтқанына көре башындан әрбір юрышны талил етмек қиын еді. Амма sonra ойынын тактикасыны ве onun эссас юрышлеріне огренді. Он 1 жылдан сон огрейсмейстер oldu. Это хорошее средство забыть что-то плохое, например. Если у тебя что-то плохое происходит, занимаешься шахматами и как-то все лучше становится сразу в жизни. Ярышларның нәтижесі бойынша Александр Тропишко 3-ші ерні қазанды. 2-ші ерге Юрий Караев наил oldu. Галибе есе Юрий Айрапетянның oldu. Қырымда Сантрач ойыныны пайтақтымыздың Сантрач Федерациясының рейсі Рустем Эмиров фаал сөретте инкишаф еттірді. 2004 сенесі обала турнирлерінің кечірілуінде эссас тәшкілетші oldu. Аметхан Султан адына Сантрач турнирі де bu insanның тұрышувларынан яратылды. Bu сенете әдбір 15-ші кересі кечірілі. Рустем Эмиров бірқач несілінің мантық ойынына аугретті. Оның тәрбиесіні алғанлар чоқысы гроссмейстер oldu. Ахмеджет Сантрач Федерациясының рейсі Фани Дүнияны яқында октябрь 27-сінде терк етті. Ой 71 яшында еді. Он очень любил шахматы. Ну, скажем так, он все отдавал для этого. Поэтому и развитию шахмат, как детей, это самое, он постоянно занимался. Началось с того, что он хотел приобщить к шахматам максимально много детей. Поэтому он организовывал турниры. Келешек сене оның хурантасы достарынан бәрабер Рустем Эмировның хатырасына бағышланған Сантрач турнирыны кечірмеге ниет етелер. София Шукурова, Диана Бекмамбетова, Рафаэль Вахидов, Миллет үшін. Ахмеджет 2 күнге қадар сусыз қалажақ. Су кеселевінің себебі Белая Беш ана юрт Айкаван yolunun құружилығы черчевесінде сумен тәмені туф ағларының абыдынлаштырылывыдыр. Бұл ақта Вода Крыма адлы Девлет мүссесі хабер етті. Сусыз ана юрт Айкаван, Акрополис, Мамақ көйлері, Свобода, Сергеевка, Новосергеевка, Каменка, Қошкелді, Солнечная долина, Белая, Луговое микрорайонлары, бұндан да ғайры Победа жәддесі, Кечкемецкая, Куйбышева, Лермонтова соқақлары қалажақ. Су ноябрның 12-сінден саба саат 8-ден кесілежек, ве ноябрның 13-де ақшам саат 6-да берілежек. Бұл күнлері Вода Крыма су ташылуыны тәшкілетежек. Ахмеджетте кой хожалық ярмалығы кечті. Мақсат Қырым истисалжыларына қол тұтмақ. Фиатлар базардакелерден 20%-ға ұжызжа. Бұл сефер насыл мақсулат тақдим етілгені ақында невбетті келевхамызда. 100-ден зейді чадыр ассортимент пеккені Шахмеджетте кечірілген ярмалықта әршайны тапмаға мүмкін. Көрпе, эт, мейва, себзеват, ве фиданлар. Все довольны, всем все нравится, цены их радуют наши. Какой товар преимущественно берут больше всего? Ну, в нашем ассортименте рис очень хороший берут, горох наш крымский берут, ну и овсяночка, пшеничка, кашки полезные для всех наших покупателей. Ярмалықның тәшкілетшілері кой хожалық везерлігі ве шер мемориеті олды. Беш тақталарда тазе эт, хашхавал ве колбаслар тізілген. Эпісі маллар базарда сатылғанындан 20%-ға ұжуз. Специалистами управления проводится мониторинг цен. При выявлении завышенных цен
они тут же устраняются по тем рекомендованным ценам, которые нам предоставили Министерство промышленной политики. Меморият ярмалык çadırları yerleştirilüvine de ayrı dikkat ayıra. Yerli sakinlerinin oynaytlığı için olar şehirinin 4 çetinde yerleşe Buraketnaya, Sevastopolskaya, Belokuna ve Kiyevskaya sokakları. Mahsulatlarının keyfiyetine kıymet kesmek için Koy Hocalığı Vezirliğinin birinci muavini Vladimir Anyukhin geldi. Практически подработана продукция, отсортирована и морковь, и картофель, и свекла, и оформлено все очень в удобной упаковке для покупателя. Ну и вот, соответственно, очереди. Да, и, соответственно, спрос. Yarmalık bütün yarımadadan istisalcılarını topladı. Onlar için müşterilerge mahsulatlarını doğrudan doğruğa yetkizmeknin yekeni imkanıdır. По прогнозу Министерства сельского хозяйства общее количество продукции будет реализовано в объеме более 200 тонн. Мы здесь видим и мед, мы здесь видим и саженцы, то есть все, что необходимо сегодня на вкус, на цвет и по кошельку, здесь присутствует. Sergey Ivanov daimi müşteri, endi çok uzun satıcılarla tanış. Onun aytkanına göre yarmalıkның esas üstünlüğü elverişli fiyatlarıdır. Большой выбор, поэтому я хожу, выбираю, смотрю, что мне нравится, что не нравится. А сейчас что купили? Расскажите, пожалуйста. Я сейчас взял мясо. В этом году вот на этой ярмарке мало мяса. Почему-то надо было побольше. И меня очень заинтересовала туя. Я сейчас пойду, выбрал 4 туи, 5, буду с ними торговаться и, наверное, возьму. Böyle yarmalıkны Koy Hocalık Vezirligi ve Şehir Memuriyeti ayda 2 kere teşkil etti. Növbetdeki yarmalık noyabrның 23'ünde olacak. Safiye Şukurova, Sevilla Memetova, Dmitriy Nizavoy, Millet için. Canlı sergi Kırım Etnografik Müzeyinde Хесет Шиман Амели Sanat Studiyasında yaratılgan yanı işler takdim edildi. Sergi Kırımçak Sovet şairi İlya Selvinski'nin 120 yıllığına bağışlandı. Bu iki kısmında Performans adlı leyhanın birinci tedbiri oldu. Buna Devlet Milletler Ara Komitetinin tarafından grant verildi. Episi kelgen musafirler için Ameli sanatının çeşit teknikası boyunca master-class geçirildi. Ахмедетнің rahatlık бақчаларында yerleştirilgen stasionar fotozonalarda endi dülber fotoresimler çekmege mümkün. Bu park şehir memuriyeti ve Kırım'da Endüstriya ve Eğlenceler Birleşmesi'nin leyhasıdır. Konsepsiya ve dizayn üzerinde Cumhuriyetimizin en bilgili mütehassisleri çalıştı. Yerli sakinler denişmelerge nasıl bakkanları hakkında bizim leyhamızda. Kırmızılı, sarılı kuş çiçekleri ve renkli pıçen kebenleri uzaktan görünüyor. Bu parlak fotoresimler yaratılması için da bir dülber yerdir. Zona üzerinde Rahatlık Bahçesi'nin hadimlerinden gayrı dizaynerler de çalıştı. 3 gün devamında çiçekler saçıldı, pıçen boyalandı. Бюджет 50.000 рублей. Эти фотозоны создаются при помощи как парка, так и неравнодушных меценатов. Это Крымская ассоциация индустрии и развлечений, и администрация тоже в этом процессе постоянно участвует, помогает, содействует. Ирина Рустамян эки баласының күн мында кезіне бөле бекленелмеген денішмелер оларны пек хувандырды. Сегодня заметили вот такой вот фотозону, такие симпатичные декорации. Спасибо большое, что так украшают, облагораживают парк. Очень приятно смотреть и гулять. Sonki 5 yıl içinde Gagarin Rahatlık Bahçesi'nde büyük iş becerildi. Rekonstruksiyasının birinci basamağı yekünlendi. Yolçıklar ve rahatlık zonaları abadalaştırıldı. Tazi havada trenajör zallar yerleştirildi. Парк работает 24/7, круглосуточно. Уход за ним осуществляется ежедневно. То, что касается высадки, да, действительно в зимний период высадки не будет. Будет уход за существующими растениями. Но весной работу возобновим и будем дальше продолжать озеленять его. Ахмедетте балалар için Rahatlık Bahçesi'nde de parlak fotozona açıldı. Mında da kuş tereklerinin yaprakları, pıçen ve kabaklarının hem de multfilmler kahramanlarının foto çekmege mümkün. Bala Parkı'nın merkezindeki kuzluk kompozisiya için 60 kabak satın alındı. Onların umumi ağırlığı 200 kilodan ziyadedir. Çeşit renkli bala şemsiyelerinden yaratılgan mevzui bannerlerini kuş kapıları dep adladılar. Bu foto çekilivi için ikinci yerdir. Очень красивые получаются фотографии. Спасибо большое детскому парку Гагаринскому за то, что они предоставили такие красивые фотозоны. Самая, мне кажется, фотозона, где больше всего людей, это вот возле входа в детский парк. Там всегда можно увидеть много людей, деток, которые тоже играются там. Это, наверное, самая любимая зона
для детей и взрослых. Умумен ратлық бақчасында уч фотозона чалыша. Баштан оларны тек ратлық күнлеріне ерлештіре еділер. Ама ерлі сәкенлердің режалары себебінден экспозициялар мында күн тура. Этому парку подходит эта фотозона. Вот мне она понравилась, потому что она очень яркая. Күзлік фотозоналары Ахмеджет паркларыны да бір ай қадар ярыштырacaklar. Sonra оларның еріне ақиқи қышлық арт объектлер қойылacak. Дизайнерлерінді бұ ішінен оғрашып башладылар. София Шукурова, Севилия Меметова, Рамазан Аливапов, Миллет үшін. Крым Теплица ве Қызылташ тақымлары арасында ойын 3-1 есабынен екінленді. Крым футбол бірлігі премьер-лигасында ойналынған 13-ші турның матчы Ахмеджет районның аграрная көйінде кечті. 19-ші даққада бірінші голны Крым Теплица командасының ойыншысы Роллан Погорельцев ұрды. Екінші таймда бақшысарайлылар бұна жауап берділер ве есап мұсави олды. Бұна бақмадан сонки даққаларда қонақбайлар 2 топ ұрдылар ве ғалибе оларының олды. По игре сильнее были. Вроде как и первый тайм наш был. Ну и половина второго. Так, наверное, скорее всего, сил не хватило. И в оконцовке уже, наверное, не завершали. Настрой хороший, боевой. Будем готовиться, будем разбирать игры Севастополя, готовиться к нему. Енді бұ чершембе күні Қызылташ командасыны Қырым футбол бірлігі кубогының ал етіже черік финал ойыны беклей. Олар ақярлыларнен ярышажақлар. Бүгінге бұл эпосы хаберлер Милет телеканалындан айырылманыз, қайырлы ақшамлар.